Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі резинканың қалай тоқылатынын үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бұл резинка ешқандай моншақсыз, жіптің өзінен тоқылған, өте әдемі көрінеді. Тоқып көрсеңіздер болады. Қазір бірақ біз деген осындай резинканың моншақпен қалай тоқылатынын үйренетін боламыз. Қараңыздар. Ал моншақсыз тоқылуын келесі видеода көретін боласыздар. Бізге осындай жіп қажет. Жіптің осындай жіңішке болғаны дұрыс. Өте әдемі шығады жіңішке жіптен. Және де бізге осындай 1,5-2 мм крючокты қолдануымызға болады. Және де бисерге арналған крючок. Осындай жіңішке моншақтарды бірге қосып тоқу үшін керек. Және мен осындай моншақтарды алдым бірге тоқып үшін. Және бізге осындай резинка қажет. Қыздар, қараңыздар, ең алдымен біз қазір сақина жасаймыз. Осылай сақина жасап аламыз. И және де 17 сақина тоқимыз. Міне 17 сақина тоқылғаннан кейін оның арасына осылай резинканың арасына жібімізді кіргіземіз. Қараңыздар. Міне осылай тұрған арасына енді қосамыз, осындай круг қыламыз. Дөңгелек қыламыз, тағы 1 сақина жасаймыз. Қараңыздар, енді міне бірінші сақинаға біз міне жарты столбик тоқимыз. Крючогымызға жіпті алып аламыз, арасынан жіпті кіргізіп, осындай жарты столбикпен үшеуін бірге кіргіземіз. Міне крючокқа жіп аламыз, арасына кіргіземіз, үшеуін бірге өткіземіз. Крючокқа аламыз, астынан кіргіземіз, үшеуін бірге алып тоқимыз. Жарты столбик болады болды деген. Жарты баған деген ғой. Енді міне қараңыздар, енді осылай моншақты бисер крючокты ішіне кіргізіп, сосын барып жіптің арасына осылай кіргізесіздер. Жалпы моншағымыз кішкентай, сол себепті тез өтіп болмайды. Ал егер де үлкен моншақ алсаңыздар, тез өтетін болады. Моншақтың кіретін жері кішкентай болғандықтан жаңа жібімізді сөгіп жібереді андасында. Қараңыздар, енді осылай кіргізгеннен кейін сақина қылып тоқимыз. Содан кейін барып келесіне осылай жарты столбиктен тоқимыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер, моншақты қандай уақытта қоссаңыздар да, қоспай тоқсаңыздар да болады. Және осылай арасына кіргізіп тоқи бересіздер. Қараңыздар, можете 2 жаңағы жарты баған тоққаннан кейін моншақ тоқсаңыздар болады. Болмаса арасына 3-4 тоқсаңыз болады. Или болмаса әрқайсына моншақ қосып тоқсаңыздар болады. Мен сіздерге тек мысалы жүзінде қалай тоқылатынын көрсетіп жатырмын. Міне мен арасына мысалы 4-5 жарты баған қосып тоқып жатырмын. Міне енді қараңыздар, келесіне крючокқа жібімізді алдық, арасына осылай жарты баған қылып тоқисыздар. Крючокқа аламыз, сосын арасына кіргіземіз. Міне қараңыздар, осылай кіргіземіз. Жарты баған дейді, үшеуін бірге 1 жіппен кіргізіп аласыздар. Үшеуін алдық, енді үшеуін 1 жіппен кіргізесіздер. Аяғына дейін тап осылай тоқисыздар. Қыздар, қараңыздар, мен аяғына дейін тоқып бітірдім. Менде 3 моншақ болды. Енді 4-шісін кіргізіп жатыр. Менде яғни бір жолда 4 моншақтан болады. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар. Қараңыздар, менде жібім кішкентай болған соң
моншағым кішкентай болған соң жіптің ішіне кірмей жатыр. Ал үлкендеу моншақ алсаңыздар өздеріңізге де оңай болады. Және барлық жіптің қалыңдығына да байланысты. Енді қазір бір сақинамен осылай моншағымызды осылай кіргізіп аламыз. Енді міне қараңыздар. Келесісіне қараңыздар, бер жағындағы жіпке ғана кіргізесіздер. Ар жағындағына кіргізбейсіздер. Бер жағындағына жарты столбик тоқисыздар. Міне, енді келесісіне де бер жағындағына тоқисыздар. Қараңыздар, ар жағындағына емес тек бер жағындағы жолға ғана тоқисыздар. Көрдіңіздер, сол сәт ар жағы өте әдемі болып шығады. Бер жағындағына тоқисыздар. Енді міне мен арасына моншақ кіргізіп жатырмын. Және астындағы моншақ пен үстінде жаңадан тоқылып жатқан моншақтар бір-бірінің үстінде тұрмауы керек. Сол себепті шашаңқы қылып моншақтарды кіргізіп тоқисыздар. Енді қараңыздар, міне бер жағындағысымен қосып, міне осылай тоқисыздар. Енді қараңыз, мына жерге келген кезде ар жағындағы, міне моншақтың ар жағындағы жіпке сол жерге барып, осындай столбик, жарты столбик тоқисыздар. Көріп тұрсыздар, өте оңай, ешқандай қиыншылығы жоқ. Сонда бер жағы міне осындай болып шығады. Және де моншақты аламыз және арасына қосып тоқимыз. Тап видеода көрсетілгендей жалғастыра беріледі. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлығы бір мотивпен тоқылады. Ешқандай өзгермейді. Тек бер жағындағына тоқисыздар сонда. Моншаққа келгенде моншақтың ар жағында кіргізетін бер жағындағы жер бар ғой, сол жерге ғана кіргізесіздер. Солай айналдырып тоқи бересіздер. Қыздар, міне осындай болып шықты. Міне полный резинка толтырып тоқисыздар. Созған кездегідей, міне қараңыздар, созылып тұр ғой, сол жердегіндей полный дөңгелек қылып тоқи бересіздер. Міне қараңыздар, мен уже толтырып тоқыдым. Міне қараңыздар, барлығына. Енді біз осы екеуінің арасын қосатын боламыз. Ол үшін қараңыздар, мынаның ең шетіндегі жіпті аламыздар да, аламыз осылай көшектің ішіне. Сосын оны екеуінің арасында біреуін осындай стол безнакидамен қосамыз. Бер жағынан аламыз, сосын барып ар жағында жіпті аламыз. Екеуін бірге осылай қосып тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Қараңыздар, бер жағындағы мен және ар жағындағы жіпті екеуін қосып тоқисыздар. Қыздар, міне да осылай арасын қосып тоқи бересіздер. Міне болғаннан кейін қиямыз жібімізді. Крючокты кіргіземіз ішіне және жібімізді тартамыз. Резинканың арасына, қараңыз, резинканың ішіне крючогымызды кіргіземіз да. Осылай кіргізіп алып, мына қалып қойған жіпті
мына жіптің резинканың арасына кіргізіп жібереміз, көрінбей тұру үшін. Осылай. Сонда жаңа қалған жіп көрінбей қалады. Сонда керек емес жіптерді қиып тастаймыз. Міне біздің резинкамыз дайын. Ал моншақсыз тоқығыларыңыз келсе, жаңағындай мотивпен жай ғана моншақты қоспай тоқи бересіздер. Қыздар, сіздерге менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар.